Имтаза би Құрайшин иля руусил джабал. Құрайштардың бәрі не істейді? Қолынан түк келмейді. Таудың басына шығып алады. Енді Абраха не істейді екен деп, бүйтіп Қағбаға қарап тұрады. Қазіргі қазақтар сияқты болғанда. Қытайлар кеп қыздарын алып атыр. Қытайлар кеп табарын сатып атыр. Қарап отырмыз, дөңіші басына шығып алып, Абраха Қағбаны қалай қиратады екен деп, ана қарап отырған Құрайштар сияқты. Мынау қашан біздердің қыздарымыздың бәрін алып бітеді, содан кейін барып айтатын шығармыз, не істеп атсыңдар деп. Ойлану керек, ояну керек қой қазаққа. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты деп, сол кезде ұйықтаған қазақ әлі ұйықтап жатыр. Әне дәріс өтіп атсаған жерде күліп отырады адамдар. Міне біздің халіміз осындай. Анау Құрайштар секілді болып тұрмыз да. Біз мына жерде пайғамбардың тарихын айтып жатырмыз. Міне қандай біздің деңгейіміз қазір. Күлеміз, бұл күлетін нәрсе емес, бұл жылайтын нәрсе. Бұл қайғыратын нәрсе. Соғыстың, Алаштың көсемдері не істеді? Қан жұтып кеткен, абайлар жылап. Біз күлеміз. Міне біздің халіміз. Бишара анау Құрайштың қалы құсап. Спокойно келді Абраха бүйтіп. Малдарын бәрін айдап әкетті. Түгел екені сауданың бәрін жаулап алды Қытай сені. Енді қалған өзімізге басшылық ету. Неге тоқтау салмаймыз біз қарындастарымызға? Неге ақыл айтпаймыз ағайын туыстарымызға? Ол да біреудің туысы ғой, сол кетіп атқан қыз балалар. Сонша не көрді арын сататын дүние үшін? Ұстазымыз Шейх Сансызбайдың бір сөзі бар. Сасық Қытайға шығып жек мінгенше жаңағы мұсылман қазаққа шығып есекпен жүрген жақсы. Соны құю керек олардың санасына. Мүшірікке шығып қымбат көлік мінгенше жаяу жүрген жақсы, арын сатпай, ұлтын сатпай, намысын сатпай. Біз көзді жұмып қараймыз. Ауыр жағдай. Құрайштен де ауыр. Оларды Алла қорғап қалды. Өйткені Қағба Алланыкі. Бізді кім қорғайды? Аллаға дейін десең, Аллаға деген иманымыздың түрі осы. Құдай қайда деп таласып жүрміз, намазхандарымыз. Басқалары Құдай түгілі бас қыбыласын таппай жүр. Кім қорғайды бізді? Қорғайтын иманымызда, сенімімізде кәміл емес. Жұмаға осы мешітке толамыз, сыймай қаламыз. Қайда солар? Пайғамбар керек емес боларға. WhatsApp-тағы құр әңгіме керек оларға. Қайтеді пайғамбардың тарихын? Пайғамбардың тарихына үңілгенше, Фейсбукқа үңілгені жақсы олар үшін. Пайғамбардың өмір жолы бізге ғибрат. Басқа бақытты жол жоқ. Пайғамбарды ұмытып, пайғамбардың жолын ұмытып, сен бақытты жол таппайсың. Алла бізге көрсетті бұл жолды. Бұдан үлкен бақытты жол жоқ.